Киелі кітаптағы ұлы әңгіме Құдай иенің қараңғылықтан нұрдың жарқырауын бұйруынан басталған. Ол әлемге тәртіп орнатып, оны әдем етті. Әрі алуан түрлі тіршілік иелерін жаратып, оларға оң батасын берді. Бата кең қабылданған рухани сөздердің бірі. Иә, адамдар тамақ ішкенде немесе сапарға шығардың алдында бата беріледі. Я болмаса бата беру бір нәрсемен келісу дегенді білдіре алады. Ал киелі кітаптағы батаның мағынасы нақтырақ. Киелі кітапта кездесетін бірінші батаны Құдай ие жануарларды жаратқаннан кейін берген. Оларға өсіп өніп көбейіңдер, жер бетін толтырыңдар деп оң батасын берді. Түсінікті. Құдайдың батасы өмірдің өсіп өнуіне байланысты екен. Иә, жаратқан ие бата бергенде өзінің өмір беретін күшін басқалармен бөліседі. Содан кейін иеміз адамдарға арнайы батасын беріп, оларды жануарлардан ерекшелеген. Біз Құдай жаратқан жаңа өмір тудыра алатын тіршілік иелерінің бір түрі ғана емеспіз. Сонымен қатар, Құдай өзіне рухани жағынан ұқсас етіп жаратқан өкілдері ретінде осы дүниеге Құдайдың атынан билік жүргізуге тағайындалғанбыз. Демек, біз алған оң батаның бір жағы мынау: Құдай жарылқаған бүкіл жаратылысқа қамқорлық жасау. Біз билік жүргізгенде Құдай өзінің молшылық беретініне сенгенімізді, әрі мәңгілік өмір сыйлайтын ағаштың жемісінен жегенімізді қалады. Бақта жемісін жеуге болатын тағы бір ағаш болды. Иә, бұл ағаш өз даналығымызға сүйеніп, молшылықтағы өмірді өз бетімізбен иемденуге ұмтылу жөніндегі шешімімізді білдірді. Сонда адамдар алдамшы тіршілік иесін кездестірді. Жылан кейпіндегі шайтан оларды алдап, сол ағаштың жемісін жеуге азғырды. Олар мұны жарылқауға апаратын төте жол деп ойлады. Алайда сол ағаш адамдарға жарылқаудың орнына қарғыс әкелді. Қарғыс, яғни сиқыршылық пен теріс бата ма? Жоқ, киелі кітаптағы қарғыс мынаны білдіреді. Құдай ие бізді жарылқауды өз бетімізбен тартып алған теріс қылығымыздың салдарына қалдырады. Бұл қарғыс, өйткені онда молшылықтағы өмірдің орнына тапшылық, жалғыздық әрі өлімге тап боламыз. Сонымен жердің топырағын Құдайдың қарғысы атты. Содан құнарлықтың орнын ашаршылық жайлады. Адамдар билік жүргізудің орнына жер өңдеп, соңында өлуге мәжбүр болды. Өкінішті ақ. Бірақ адамдарды алдап соққан қу тіршілік иесі шайтанды да Құдайдың қарғысы атты. Құдай ие бір күні әйелдің бір ұрпағы дүниеге келіп, жыланның басын мыжитыны туралы алдын ала айтты. Сол ұрпақ ерлер мен әйелдер, отбасылар мен тайпалар тапшылық көріп, сұмдық қақтығыстарды бастарынан өткізіп жатқан осы дүниеге келмекші болды. Енді қарғыс Құдайдың жарылқауын жауып жатса, біз қалайша өсіп өне аламыз? Одан да қиыны, қалайша Құдаймен бірге билік жүргізе аламыз? Міне, киелі кітаптың ұлы әңгімесіндегі осы жерде бір қызық оқиға болды. Жаратқан ие Ыбырайым мен Сара есімді ерлі зайыптыны таңдап алды да, оларға оң батасын беріп, екеуінен үлкен әулет өрбітетінін айтты. Өсіп өніп көбейіңдер. Жаратқан ие тағы мынаны уәде етті. Өзінің Ыбырайымға және оның әулетіне берген оң батасы бір үлкен мақсатқа байланысты болады. Яғни олар арқылы бар ұлттар жарылқанады. Сонда қалай? Құдайдың жоспары бойынша ол алдымен сол әулетке оң батасын беру арқылы адамзатқа деген қарғыстың бетін қайтарып, тағы да оң батасын бермекші ме? Иә, солай. Бұл әулет сосын Құдайдың жарылқауына ие болды. Олар тіпті қауіп қатер мен тапшылық көрген кездерінде де көбейіп, Исраил атты үлкен халыққа айналды. Сосын жаратқан ие оларды Синай тауының беткейіне бастап апарып, өзінің өкілі болуға шақырды. Иә, солай. Жаратқан ие Исраил халқын жарылқады. Олар арқылы басқа ұлттардың да жарылқануы мүмкін болды. Халық тек Құдайдың даналығына сеніп, сол бойынша өмір сүруі керек еді. Осылайша олар өмір мен өлімнің, жарылқау мен қарғыстың біреуін таңдауға тиіс болды. Енді оқуды жалғастырайық. Өкінішке қарай, Исраил халқы Құдай иенің өздерінің жарылқайтынына сирек қана сенді. Олардың тарихы алдамшылық әрі билікті зорлықпен тартып алу жайлы оқиғаларға толы. Соның салдарынан оларды ауыр қарғыс атты. Халық өз жерінен қуылып, бөтен халықтарға құл болды. Бірақ осының бәрін басынан өткізген Исраилдік пайғамбарлар жаратқан иенің Ыбырайымға берген уәдесіне әлі де сенді. Сөйтіп пайғамбарлар болашақта келетін бір Исраилдік туралы алдын ала хабарлады. Ол Құдайдың жарылқауын қалпына келтіріп, Исраил мен бар ұлттарды қарғыстан құтқармақ. Сонымен Мәсіх Иса туралы баяндамаға назар аударайық. Сонда Исраил халқы әлде қарғыстан қиналып, Рим патшалығының құлы ретінде өмір сүріп жатты. Бірақ Мәсіх Иса Құдайдың жарылқайтынына толық сенді. Ол өз арқылы оң батаның жаңаша қонатыны туралы айтты.
Мәсіх шәкірттерінің Құдайдың молшылық сыйлайтынына сеніп, соны басқалармен бөлісіп жомарт болғанын қалады. Ол шәкірттеріне тіпті өздерін қарғаған адамдарға игілік тілеп бата беруді үйретті. Сонымен қатар, Мәсіх адамдардың тәңдерін сауықтырып, қалпына келтіру арқылы қарғыстың бетін қайтарды. Адамдарға Құдайдың жарылқауы төгіліп жатты. Содан кейін Мәсіх Израильдік билеушілерге қарсы шығып, оларды әшкереледі. Себебі басшылар жаратқан иенің олар арқылы Израиль мен басқа ұлттарды жарылқау жоспарына кедергі жасаудайды. Сол басшылар Мәсіхті өлтіру үшін тұтқындады. Мәсіх оларға қарсы соғыспады. Қайта ол Израиль халқы мен бүкіл адамзатқа тиісті қарғысқа өзі ұшырайтын таңдаулы Израильдік екенін білді. Сөйтіп ол қарғысты өз мойнына алды. Осылайша Мәсіх Иса қарғысқа ұшыраған адамның масқара өліммен өлді. Бірақ жаратқан ие бастапқыда қараңғылықтың нұрдың жарқырауын бұйырып, өмірді жаратқаны әрі жарылқау сыйлағаны іспетті, енді Мәсіхті қайта тірілту арқылы өлімнің күшін жойды. Қарғыс та жойылды. Соның нәтижесінде Құдай сыйлайтын өмірдегі жарылқау тағы да жайыла алды. Мәсіх Иса қайта тірілгеннен кейін шәкірттеріне батасын беріп, әрдайым олармен бірге болуға уәде етті. Олар Құдайдың жарылқауына сеніп, соны басқалармен бөлісуді үйренулері керек болды. Өлім мен қарғыс бұл дүниеде әлі де күшті болып көрінсе де, Мәсіх Исаның шәкірттері Құдайдың жарылқауының одан да күшті екеніне сенеді. Демек, тіпті тапшылық болса да, біз бейшараларға жомарттық танытып өмір сүре аламыз. Сонымен киелі кітаптағы ұлы әңгіменің керемет шарықтау шегіне жетеміз. Сонда әр ұлт Құдайдың мол игілігінен рахаттап алады. Өйткені оның жаңа әлемі Мәсіх Исаның өмір беретін құдіретімен қамтамасыз етіледі, және енді қайтып ешбір қарғыс болмайды.